Байлық пен бақыт туралы әңгімелер әрқашан адам баласының өміріндегі маңызды тақырыптар болып табылады. Олар туралы философиялық ойлар, халықтық аңыздар мен ертегілер көп. Міне байлық пен бақытты түсіндіретін бірнеше әңгіме. Құдайдың сыйы. Бір уақытта бір қалада адамдардың барлығы бай болғысы келді. Олар байлықты тапса бақытты болатынын ойлады. Сол қалаға бір дана адам келді. Ол өзінің терең ойларымен көпшілікті таңғалдыратын еді. Бір күні қала тұрғындары оған сұрақ қойды. Біз бай болсақ бақытты болар ма едік? Дана адам бір сәт ойланып тұрып жауап берді. Байлық бұл құрал, бірақ ол бақыттың кепілі емес. Егер адам байлыққа ие болып, оны басқалармен бөліссе, мейірімділік пен қамқорлық көрсетсе, онда ол бақытты болады. Ал егер байлық оның жүрегін қатайтса, онда ол одан бақыт таппайды. Қала тұрғындары осы сөздерге терең ойланып, өмірлерінде өзгерістер енгізді. Олар тек байлыққа емес бақытты болу үшін жүректерін таза сақтап, басқа адамдарға көмек көрсетуге тырысты. Ескі мұра. Ертеде бір кедей адам өмір сүріпті. Оның ешқандай байлығы болмағанымен ол өте бақытты еді. Күндердің бір күнінде ол қартайып, соңғы күндерін өткізуде екен. 3 ұлына өзінің соңғы өсиетін айтып, оларды жинап алып бір тапсырма берді. Мен осы өмірде көп нәрсені үйрендім. Сендерге ең басты нәрсені үйретейін. Сендердің әрқайсыңа алтыннан толы бір сандық беремін. Бірақ ол сандықтың ішіндегі алтынды тек өздеріңе пайда әкелетін адамдарға көмектесу үшін ғана пайдаланыңдар. Егер оны өздерің үшін ғана жұмсасаңдар, ол алтынның ешқандай құны болмайды. Ұлдары әкелерінің мұрасын өз жолдарына пайдаланды. Біреуі халыққа көмек көрсетіп, білім алып көпшілікке пайда әкелді. Екінші ұлы жақсы істер жасап, қаладағы кедейлерге қол ұшын берді. Үшінші ұлы болса, алтынды тек өз қалтасына ғана жия берді. Бірнеше жыл өткен соң тек бірінші екеуі ғана нағыз бақытқа жетті, ал үшінші ұлы бай болғанымен жүрегінде ешқандай бақыт болмады. Бұл әңгіме байлық пен бақыттың шын мәнінде әр адамның жүрегіне байланысты екенін айқындайды. Байлық та бақыт та ішкі жан дүниенің тазалығына, жақсылық жасауға байланысты екен. Бақыттың мәні. Бір кедей адам бүкіл өмірін бақыт іздеумен өткізді. Ол әртүрлі жерлерге барып, барлық ғалымдар мен даналардан бақыттың құпиясын сұрады, бірақ жауап ала алмады. Бір күні ол тау-тасты кезіп, алыс бір ауылға келді. Бұл ауылда бір адам өз өмірін бақытты деп санайтын еді. Кедей адам одан сұрады, сенің бақытты болуыңның құпиясы неде? Ауылдағы адам күлімсіреп жауап берді. Бақыт бұл өз өміріңмен үйлесімділік табу, азға қанағат етіп, әр күніңді толыққанды өмір сүру. Сенің іздеген бақыт сенің ішіңде, жүрегіңде. Кедей адам осы сөздерді тыңдап үйіне оралды. Ол енді не байлықты, не атақты іздемей, өз күнін шаттықпен өткізіп, жақындарына қамқорлық жасауды таңдады. Ол бақытты болды, себебі ол ішкі тыныштықты тапты. Қорытынды. Бұл әңгімелер байлық пен бақыттың сыртқы факторларға тәуелді емес екенін көрсетеді. Нағыз бақыт жүректегі тыныштық, өзіңнің және айналаңдағы адамдардың игілігіне қызмет етуден туындайды. Байлық та бақыт та адамның ниетіне, өз іс-әрекетіне байланысты.